الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ومن والاه أما بعد السلام عليكم құрметті шәкірттер, құрметті ілім талап етуші бауырлар, Алла тағала осы жердегі күндеріңізді, сәттеріңізді, жылдарыңызды хайырлы, берекелі болуын нәсіп еткей, пайдалы болуын, жемісті болуын нәсіп еткей. Білім талап ету деген Алланың бұл өмірдегі берген ең ұлы нығметі. Бұдан асқан нығмет жоқ. Ұстаз болу деген қиын дүние. Ұстаздарға қарап қызығамыз ғой. Неткен, білімді жаттап алған, жан жақты терең, жақсы түсіндіреді. Әрине оның өзінің деңгейі бар, дәрежесі бар, Алланың алдында мәртебесі жоғары. Бірақ адам баласы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтпақшы, ілім алу тал бесіктен жер қойнауына енгенше. Жер бесікке дейін деп айтып жібереміз ғой енді. Сол екі аралықта адам баласы ілім алуын тоқтатпау керек, тоқтатпайды. Бірақ сол ілімге ең алғаш қадам басқан кез, бұл адам баласына берілген ең ұлы нығмет. Қандай дүниеге жетсек те, қандай көлік, қандай үй, қандай байлыққа жетсек те, бірақ сол байлықтардың ішіндегі ең ұлысы бұл ілімді талап ету. Білім ордасында жүру екен. Одан бақытты да, одан қуанышты да, одан әсерлі де ондай кез болмайды екен. Бізде өздеріңіз секілді ілім талап ету үшін Алла нәсіп етіп, сол Мысыр еліне бардық. Қазір сол кезді сіздерге қарап отырып, сол кезді есіме түсіріп отырмын. Сіздер секілді жас едік, әлі еш нәрсені білмейтін, танымайтын, үйренбеген, тулап тұрған кезіміз екен. Ойын күлкіге жақын, бойда күш бар, қызығушылығымыз өте көп, шаршамайтын, сондай бір тулап тұрған кезіміз екен. Ұстаздардың алдында өз-өзімізді қалай ұстауды білмейтін, білімді қалай жаттау керек, Құранды қалай жаттау керек, хадисті қалай жаттау керек, оны қалай түсіну керек. Осының барлығын әлі мүлдем танымайтын. Сондай кезіміз екен. Сонда ұстаздарымызға Алла разы болсын, біздің бұзықтығымызға көніп, жеңілтектігіміздің барлығын кешіріп, бізге сондай ілімді құйып берген ұстаздарымызға Алла разы болсын.